Бәріне сәлем, достар. Бүгін біз қазақ шоу-бизнесін дүр сілкіндірген жаңалық туралы сөйлесеміз. Актер, кино жұлдызы, продюсер Дәурен Айдарқұлов 3-ші рет үйленді. Иә, бұл әзіл емес. Дәурен Айдарқұлов елге танымал тұлға. Ол кино сахнасынан бастап кино мен тележобаларда көрерменнің сүйіктісіне айналған. Өмірінде әрдайым ашық мінезі, әзілге жақындығы, әрі жеке өмірі жиі талқыланып келген еді. Бір кезде көпшілік оны актриса Ақбота Нұрмен байланыстырғанын жақсы біледі. Екеуі кеше жобасы арқылы танысып, отбасын құрған. Бірақ кейіннен жолдары екіге айырылған еді. Ал енді уақыт келіп Дәурен тағы да жаңа өмір парағын ашты. Әлеуметтік желілерде тараған видеоларда оның ұзату тойында жүрген сәттері анық көрінеді. Күйеу жігіт әдеттегідей көңілді, жарқын жүзді. Ал қалыңдығы әдемі, сыпайы және аса нәзік көрінеді. Көпшілік бұл жолы кімге үйленді деп жарыса жазды. Белгілі болғандай, оның жаңа жұбайының есімі Жұлдыз. Ол туралы әзірге көп ақпарат жоқ. Бірақ видеолар мен фотоларда екеуінің жүзінен шынайы қуаныш сезіледі. Дәурен тойда: "Аллаға шүкір, мен үйлендім" деп қысқа ғана, бірақ мағыналы сөз айтқан. Бұл сөз желі қолданушылары арасында түрлі пікір тудырды. Бірі нағыз батыл адам, бақыт тілейміз десе, енді бірі 3-ші рет деп таңданысын жасырмады. Иә, қазір бұл жаңалық желіні жарды. Instagram, TikTok, Facebook бәрінде Дәуреннің той видеосы таралып жатыр. Қолдаушылар да, сын айтушылар да бар. Бірақ ең бастысы, ол өз бақытына тағы бір мүмкіндік беріп отыр. Өмір сынақ, өмір таңдау. Кейде адамдар қателеседі, кейде қайта бастайды. Бірақ шынайы махаббатқа сену ең бастысы. Сондықтан бізде Дәурен Айдарқұловқа жаңа өмірінде тек сәттілік пен баянды бақыт тілейміз. Ал сіз не ойлайсыз, достар? Бұл жолы Дәурен өз бақытына жетті ме? Пікірде жазыңыз, видеоны ұнатсаңыз, лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше.